Сәлем бердік, сіздермен келін асханасы. Қыстың қамын жазда ойла деп, ас-көктің нағыз пісіп, жұпар иісі шығып тұрған кезде мұздатқышқа салып қатырып алайық. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ас-көкті жақсылап жуып, кептіріп қоямыз. Суы мүлдем болмау керек. Мен ас-көкті жуып, балконда бір күнге ұмытып кетіппін. Сол себепті жапырақтары салбырап тұр. Кешке қарай бастап турадым. Бәрі кеуіп, ортасында мүлде су қалмаған кезінде тураймыз. Өйткені мұздатқышқа салған кезде су болса бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Мен көбінесе жеміс-жидектерді, осындай ас-көктерді қатыруға зип пакеттерді қолданамын. Олар өте ыңғайлы. Трубочкасымен ауаны сорып тастаса болады. Сол кезде мұздатқышта көп орынды алмай, өте жақсы сақталады. Туралған ас-көктердің мөлшеріне қарай пакеттерге саламыз. Петрушкамызды пакеттерге салып болдық. Ендігі кезек укропта. Укропты да жуып тазалап қойдық, кептіріп алдық және өзімізге ұнайтын мөлшерлермен турап аламыз. Дәл жаңағындай зип пакеттерге саламыз. Егер сізде бұндай зип пакеттер болмаса, үйдегі кәдімгі салафан пакетімізде жарай береді. Екінші вариант ол тағам сақтауға арналған контейнерлеріміз. Және үшінші вариантымыз ол бутылка. Қақпағы үлкен бутылкаға салу ыңғайлы. Мен бір жылы солай сақтағанмын. Тамаққа немесе салаттарға қосатын кезде қақпағын аша салып, сәл төгіп жесеңіз болады. Өте ыңғайлы әдіс. Менің каналымда ыстық тағамдар, қуырдақ, дапанжи және қыс мезгіліне дайынды қияр жабу, лечо салатын жабу рецептері бар. Капкейк, торттардың рецепті бар. Қарап көріңіздер және отандық қазақ каналдарын қолдап тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Укроп пен петрушканың сабақ жағында тастамаймыз. Оны жеке турап қойып, бөлек сақтаймыз. Сорпа тағамдарына өте жақсы дәм береді. Міне біздің бір түн мұздатқышта тұрған петрушкамыз сол қалпы тұр. Иісін айтсаңызшы, пакеттен ашқан кезде иісі бұрқ ете түсті ғой. Күшті сақталып тұрады. Ас-көкті сіздер қалай сақтайсыздар? Пікірлеріңізді комментарийге жазып қалдырыңыздар. Сіздермен болған келін асханасы. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.